Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика. Біз бұл видеода Қазақстан азаматтарына жақсы таныс кредит туралы айтамыз. Кредитті қуана аламыз, ай сайын мәжбүр төлейміз, алайда сіз кредит туралы көп нәрсені білмейсіз. Бүгін осы олқылықтың орнын толтыратын сәт туған секілді. Олай болса, осы видеоға лайк басыңыз, арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіз, ал біз бастаймыз. Барша қазақстандықтарға таныс кредит сөзі латынның кредер сөзінен шыққан, ал бұл сөз қазақшаға сенім деп аударылады. Яғни екі жақты сенімге құрылған экономикалық қаржылық байланыс. Кредит алғанның несі жаман, неге алуға болмайтыны жайлы, немесе қандай жағдайларда кредит алмаған жөн деген сияқты ақпарат қазір интернетте өте көп. Алайда біз нақты фактілерге жүгініп, кредиттің шынайы бет бейнесін ашып берейік. Ең әуелі кредитті төлем жүйесі жайлы айталық. Жалпы кредитті төлеудің жүйелері өте көп, алайда әлем бойынша банктердің қолданатын негізгі екі жүйесі бар. Бірінші төлем жүйесі аннуитетті, яғни теңдей бөліп төлеу жүйесі. Екіншісі дифференциалды төлем жүйесі, яғни негізгі қарызды теңдей бөліп төлеу арқылы. Әрине, қазақстандық банктер аннуитетті төлем жүйесін қолданады, себебі бұл төлем жүйесі адамзаттың ойлап тапқан ең қатыгез, ең сорақы, ең арсыз төлем жүйесі. Екінші маңызды факт ай сайынғы төлемді дұрыс есептеу. Анығында сізде қанша кредит бары немесе кредитіңіздің жалпы соммасы аса маңызды емес. Ең маңыздысы ай сайынғы төлем соммасы. Кредитіңіздің ай сайынғы төлем соммасы отбасылық бюджетіңіздің 20%-нан аспағаны жақсы. Бұл көрсеткіш артқан сайын сізде қаржылық проблемалар туындай бастайды. Еліміздің заңнамасы бойынша алған кредитіңізді 14 күннің ішінде қайтарып, толық төлеп тастасаңыз, банк сізге бұл ісіңіз үшін айыппұл немесе комиссия сала алмайды. Тек сіз сол 14 күннің пайызын төлеуге тиісті боласыз. Ең баса назар аударатын жайт, ай сайынғы төлемді кешіктіруге болмайды, себебі ел үкіметі банктерге мұндай жағдайда үлкен мүмкіншіліктер беріп қойған. Яғни төлемді кешіктіру онша жақсы идея емес. Сол үшін қосымша 2-3 айлық төлем суммасын резерв етіп сақтағаныңыз дұрыс. Айналайын, ондай ақшам болса кредит алып нем бар дерсіз. Сонда да ескерту бізге міндет. Егер осы кеңеске құлақ аспай, төлемді мерзімінен кешіктірсеңіз, заң бойынша 30 күннің ішінде банкке барып, жағдайыңызды айтып түсіндіріп, төлем уақытын созуға өтініш жазып қалдырсаңыз болады. Алайда банк сіздің өтінішіңізді қанағаттандырмауға құқылы. Ойбай, онда оның не керегі бар дерсіз. Егер Құдай сақтасын, бұл ісіңіз созылып, сотқа дейін жететін болса, сіздің жазған өтінішіңіз сізге аса пайдалы болады. Шын айтам. Ал енді банк комиссиялары жайлы айталық. Бірде бір ағам осы біздің банктерден алған кредитіңді ұстап қалады, қырқып алады да соңында сұраған сомадан аз береді ғой, солар халықты алдап жеп отыр, я, дейді маған. Я, елімізде банктерде кредиттік комиссия саны да мөлшері де өте көп. Тіпті кейде сол комиссияларға тағы бір кредит алғың келеді. Көпшілігі солай жасайды да, яғни өзіне қажетті сомадан көбірек сұрайды. Сонда комиссиясын ұстап қалған соң өзіне қажетті сомасы қалады. Алайда осы комиссиялар заңды ма деген сұраққа менің ағатайым сияқты еліміздің көптеген азаматтары күдікпен қарайды. Жауабы: я, заңды. Яғни еліміздің үкіметі банктерге комиссияның 11 түріне заңды түрде рұқсат берген. Олар кредит өтінішін қарағаны үшін, ұйымдастырғаны үшін, бергені үшін, жаңа счет ашқаны үшін, төлем графигін өзгерткен жағдайда, қосымша сұрақтарды қарастырғаны үшін, сақтандыру ұйымдары болған жағдайда, гарант қарастырылған жағдайда, қосымша ұйымдар атсалысқан жағдайда, комиссия ұстауға құқылы, яғни сот істері таратылған жағдайда және кредитті мерзімнен бұрын төлеген жағдайда комиссия ұстауға банктер құқылы болды. Осы 11 пункттен басқа жағдайда комиссия ұстау заңсыз болып саналады. Ойбай, басқа несі қалды дерсіз. Мен де соны айтам да. Қашан елімізде әділетті Қазақстан құралады екенбіз? Қашан біздің банктерде еуропалық банктер сияқты әділетті жүйемен төмен пайызды несиелер берер екен? Алда кредит жайлы үлкен шығарылым болады. Мемлекеттік бюджетке де, халыққа да зиянын келтірмей, Қазақстандағы кредит мәселесін шешудің ең оңай жолын айтамыз. Ал бүгінгі шығарылымды сол үлкен видеоның жарнамасы деп қана біліңіздер. Видеоны жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліңіз. Бізде кредит жоқ екен. Сіздерде ше, кредитіңіз бар ма? Ай сайын қанша төлейсіз? Және бұл сіздің ай сайынғы табысыңыздың қанша процентін құрайды? Егер батыл болсаңыз, жауабыңызды комментарийге жазып қалдырыңыз. Арнамыздағы басқа да қызықты әрі экономикалық сауатты видеоларды көріңіз. Қарапайым экономика арнасы сізге кредитсіз, қайғысыз, қамсыз өмір тілейді.